біз сіздермен қазір үкі жасап үйренетін боламыз. Үкі жасау үшін бізге тіккен сәукелеміздің мына ең соңғы бөлігіндегі мына басының пішіні өте маңызды болады. Неге десеңіздер, біз жасайтын үкіміз мынандай үкі болады. Өздеріңіз көріп тұрғандай мынандай үкі. Бұл үкіні бұның бір жақсысы мына басына кіргізіп, біз бұны қайтадан кіргізіп шығара беретін боламыз. Кіргізіп шығара бергеннің бір пайдасы, керек емес кезде немесе үкіміз кірлеп қалған кезінде біз бұны шығарып алып қайтадан жуып қадай саламыз. Көрдіңіздер ғой, сол үшін мына басы бізге өте маңызды керек болады. Ол үшін бізге ең бірінші керегі бізге үкі керек болады. Үкілеріңіз қаншалықты көп болады, соншалықты әдемі көрінеді сәукеле. Мен мысалға кез келген үкіме 10-15 шақты үкі қадайтын боламын, кез келген сәукелеме. Одан кейін екіншісі мынандай фетр керек болады, және бізге осы тұста ыстық клей қажет болады. Соның арқасында біз өз үкімізді жасап дайындап шығаратын боламыз. Енді ол үшін мен мынандай үкіні дайындап қойғанмын. Қарасаңыздар, қазір мына жерде менің қолымда үкілер бар. Үкінің бәрін дайындап қойғам, және оның барлығының басын былайынан біріктіріп жатырмын. Үкімнің басының барлығын біріктіріп жатырмын. Енді сіздерге бұл жүйе қалай болады, сіздерге соны түсіндірейін. Кәдімгі мына жерден бірінші осылай дайындалып қойған, мынаның ұзындығы 5 см фетрдің үкімізді қоямыздағыны дәл осылай ыстық клейді құйып отырып, мына үкімізді былайынан орап отырамыз. Көрдіңіздер ғой, әрбір ораған сайын осы жерге арасына ыстық клейді міндетті түрде құйып отырамыз. Мен екеу дайындаған себебім, өздеріңіз көрсеңіздер болады. Қазір мына жердегі менің дайындаған фетрімнің ұзындығы, мына жерге қарасаңыздар, қанша сантиметр екен? Где-то бір 25 сантиметр екен. Мынаны көремін, сәукелемнің басына өлшеп көрем. Демек, мынаған әлі де сыртынан қадау керек. Демек, бұған тағы да қадаймын. Міне, лайынан орап шығам. Көрдіңіздер ғой? Міне, осылайынан орап шығамын сәукелемнің басына. Мынаны тағы да кигізіп көрем. Міне, бұл уже, міне қараңыздар, бұл нормальный болып тұр. Қатты ішіне қарай кіріп кететін де болмау керек, қатты кірмей қалмайтын да болу керек. Сәл-сәл міне, мынау ровно келді. Көрдіңіздер ғой, міне ішіне қарай кіріп тұр. Тура осылай үкімізді жасап шығамыз. Үкімізді жасаудың ешқандай қиындығы жоқ. Дәл осылай жасап шығылады біздің үкіміз. Енді бұл жерде мен қазір клейленбеген, мен дәл қазір осының барлығының ішін осылай клейлеп шығатын боламын. Сосын мына ең соңғы асты мен үстіңгі бөлікті қалай біріктіру керек, сіздерге соны да айтатын боламын. Қыздар, міне мен барлығын клейлеп біттім, үкім де дайын. Енді мендегі мына бөлік қалып тұр. Бұл бөлік осылай қалып кетпес үшін тура осылай қоямын, ручкамен осының астын сызып шығатын боламын. Осылай сызып шығатын боламын. Ручкамен кесіп аламын тура фетрімді. Үстемдағыны қырқылған бөлікті міне мен сызып алдым. Қазір примерно бұны әдемілеп сызып шығатын боламын. Примерно осы бөлікті, және осы қырқылып алынған бөлікті негізі қаламмен сызғандарыңыз өте дұрыс болады. Естеріңізде болсын, бірақ енді қазір қырқылып алынып жабыстырылатын бөлік болғаннан кейін мен ручкамен сыза салып жатырмын. Негізінде фетрға қаламмен сызыңыздар. Осы бөлікті қырқып аламындағыны мына астында тұрған бөлікке мынаны алып былай клейлеп тастайтын болам. Сонда мынаның асты да оригинальный, әдемі көрінетін болады. Міне мен қырқып алдым, және ішінде ыстық клейімді құйып, мынаның астына жауып қойдым. Көрдіңіздер ме? Біздің үкіміздің асты әдемі болып тұр. Енді бізде қалғаны тек мына бөлік қалды. Міне, мына бөліктің де іші онша емес, не оригинальный болып көрініп тұр. Ол үшін біз не істейміз? Ол үшін біз қайтадан фетрімізға дәл осылай домалақ етіп сызып, домалақты қырқып аламыз. Міне мен домалақ сызып алдым. Қазір осы домалақты қырқып аламын. Мына домалақ пен мына домалақтың екеуінің размері бірдей болғаны дұрыс. Мен мына домалақты тура мына астындағы табанның пішінімен бірдей қылып сызып алдым. Қазір мынаны қырқып аламын. Сосын ары қарай қырқып алып біткеннен кейін ол бөлік бізге мына ішкі жағына керек болатын болады. Міне қыздар, мен қырқып алдым. Жаңа сызған бөлімді міне қырқып алдым. Енді тура осыны былай ортасынан екіге бүктеймін дағыны. Қолымдағы қайшымның көмегімен мынаны былайынан қырқып шығам. Міне мынадай бөлік қана қырқып шығам. Бұның қатып қалған арнайы сантиметрі жоқ.
мына бөлікті қырқып алып шығатын болам. Міне мына бөлікті қолымдағы қайшымның көмегімен қырқып алып, қатты неде болып кетпеу керек, қатты алыста болып кетпеу керек, қатты жақында, қатты көпте емес. Примерно мен ана жерде қанша сантиметрге көрсете салайын сіздерге. Міне 1,5-2 сантиметр. Осындай қылып дәл ортасынан қырқып алу керек. Міне мен ортаңғы бөлігін қырқып алдым. Енді кез келген шетінен олай қырқылап тастаймыз. Міне мына бөлік алды. Бұл бөлікті біз не істейміз? Бұл бөлікті мына тұрған үкіміздің қауырсынның бәрін жоғары қарай жиып аламыз дағыны. Міне мына ашық бөлігінен әкеп мына жаққа қадап қоямыз. Мына қауырсынның бәрін алып тастайды үкіміздің. Міне тура осыны да дәл қазір осылай ыстық клеймен қадап шығасыздар. Көрдіңіздер ме? Сонда біздің міне үкіміздің басы да жабық болды. Міне соңғы жағы да, соңғыдағы да жабық. Міне кез келген уақытта сәукелені ішіне кіргізіп, қайттан шығарып ала беруімізге болады. Міне біздің үкіміз осылай дайын.